Облыста 46-ға жуық мүгедектігі бар адам тіркелген. Қазақстан олар үшін кедергісіз аймаққа айналу тиіс. Осы бағытта Шу ауданында тиісті жұмыстар атқарылып, көптің игілігіне арнайы инватакси автокөлігі табысталды. Осы жылда біздің мүмкіндік шектеулі жандарымызға, балаларымызға өздерінің тарапынан мынау акцияның өзі айтылып тұрғандай жан жылуы, жүрек жылуы дейді ғой. Жан жылуымен, жүрек жылуымен осы балаларымызға, мүмкіндік шектеулі жандарға өздерінің тарапынан демеушілік көмек көрсетіп, қолдау жасап, әртүрлі осындай іс-шараларды ұйымдастырып, соларға атсалысып жүрген жандарға өз атымнан, шын жүрегімнен рахмет айтқым келеді. Ерекше жандарға бағытталған игі іс-шаралар да жалғасып келеді. Жеке оңалту бағдарламасы негізінде мүгедектерге протезді ортопедиялық, сурдо-тифлотехникалық және арналы жүріп тұру құралы кресло арбалармен қамтамасыз етілуде. Сондай-ақ орталық мәдениет үйінде жан жылуы атты қайырымдылық кеші ұйымдастырылды. Мақсат мүмкіндігі шектеулі балаларға қолдау. Концерттік бағдарламада бүлдіршіндер өнер көрсетті. Сонымен қатар олардың қолөнер бұйымдары мен көрме суреттері қалың жұртшылыққа ұсынылды. Этот проект дает детям с ограниченными возможностями. Атаулы шара балаларға жігер береді, өзін өзгелер қатарлы сезінуіне ықпал етеді. Ән айтып, би билеп, көңіл көтереміз. Тіпті қолөнер бұйымдарымызды да осында қойдық. Жыл сайын болатын бұл концерттік бағдарламаға мен қалмай қатысам. Қандай өздерінің ойындағы, өздерінің бар көңілдеріменен алдымызда қандай күшті мереке бізге сыйлады. Қайырымдылыққа әр кезде қол ұшымызды беріп жүрміз. Жыл сайынғы бұл мерекеге жеке кәсіпкер ретінде де, депутат ретінде де, іскер әйелдер қауымдастығының басқарушы ретінде де жыл сайынғы мерекеге қол ұшымызды қосып отырмыз. Мерекесіз де әшейінде. Атаулы кеште жыл бойы қайырымдылық көрсеткен бір топ аудан азаматтарына Шу ауданына сіңірген еңбегі үшін төсбелгісі және алғыс хаттар беріліп, еңбектері еленді. Гүлнар Тайжан, Мейірбек Сауранбай, Аймақ.